Аэробус таңғы сағат 6:05-те Таразға келіп жетті. Жерге сәтті қонғаннан кейін өрт сөндіру машиналарын пайдалана отырып, әуежай үрдісі бойынша қолдан жасалған субұрқақтан өтті. Ұшақ тоқтаған соң жолаушыларды қала әкімінің өзі Нұржан Календеров күтіп алды. Әуе лайнерінің экипажына ұлттық тағамдар ұсынылып, қызыл лента кесілді. Жаңа терминалдың бірінші рейс ашылды. Тараз-Москва. Біз осы бірінші рейсті өте қуанып жүрміз. Біздің көп жұмыс болды, көп инвестиция болды осы терминалда. Енді мақсатымыз жетті, бірінші рейс ашылды. Бұл бастаманың басты мақсатының бірі туризмді дамытып, авиакомпаниялардың қарым-қатынасын әрмен қарай нығайту және қалалар арасында жылдам қатынау. Мамандардың айтуынша Мәскеу-Тараз бағытының билет құны бар болғаны 47 мың теңге, ал барып қайту 90 мың теңге. Мен Мюнхеннен Мәскеу арқылы ұшып келдім. Әуе кемесінің қызметтік көрсету сапасы өте жоғары. Таразға келгеніме қуаныштымын. Мәскеу-Тараз әуе бағытын ашқаны дұрыс болды. Алдағы уақытта әуе рейстері тек Таразда ғана емес, Өскемен, Семей, тағы да басқа қалаларда дамып, көлемі ұлғая түспек. Нұрғиса Ахан, Серік Тажбаев, 77 News.